Сәлем достар, бүгін мен түрік кексін жасайтын боламын. Рецепт ұнап жатса лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Алдымен 2 жұмыртқамызға қантты қосып, және де ваниль қантын сәл қоссаңыз болады. Жақсылап барлығын миксермен араластырып шығамыз. Шамамен менде 4 минуттай уақыт кетті. Жұмыртқамыз бен қантымыз бізде жақсылап беріп, өзінің формасын 2 есе ұлғайтып, осындай әппақ болу керек. Одан кейін оған сүтімізді, сұйық майымызды қосып, осындай венчикпен жақсылап араластырамыз. Араластыра отырып, оған қопсытқышымызды, какао, ұнды қосып, тағы да бір мәрте жақсылап жайлап араластырып тұрамыз, өйткені бізді массамыз басылып қалмауы керек. Сонымен қатар достар, мен жоғарыда өте тез және де дәмді болатын пирогтың рецебін қалдырамын. Сілтемеден өтіп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді табамызды жақсылап майлап шығамыз. Жаңағы формамызды құйып, қыздырылып тұрған пеште 180 градуста 40 минут пісіреміз. Енді кремді әзірлейміз. Ол үшін сүтке қантты, крахмалды, ұнды қосып, араластырып тұрамыз. Біздің креміміз осындай қоюлану керек. Одан кейін оған сливкиді қосамыз. Егерде сізде сливки болмаса, маргарин немесе сгущенканы қоссаңыз да болады. Кремімізді енді бөтен ыдысқа құйып, бетін жауып, 1 сағатқа суытып алып қоямыз. Бізде крем өте дәмді, нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің пирогымызда дайын болып қалды. Дайын пирогтарды осындай шанышқамен тесіп шығамыз, барлығын асықпай. Одан кейін оған сүтімізді жаймендеп сіңіп алғанша асықпай құйып отырамыз. Біздің кексіміз сүттің барлығын өзіне сіңдіріп, өте жұмсақ болып шығады. Сүтімізді құйып болған соң жарты сағатқа суға алып қоямыз. Суыған кексіміздің үстіне осылай әдемілетіп кремдерімізді жағамыз. Осындай силиконды қасықпен жан-жағын әдемі біркелкі етіп жасаймыз. Менде үйде Nesquik болды. Nesquik'тің орнына какаоны да қолдансаңыздар болады. Осылай бетіне сеуіп 1 сағатқа тоңазытқышқа алып қоямыз. 1 сағаттан кейін бұл какао бізде еріп, кәдімгідей жұқа шоколадты ганаш болып шығады. Мінеки достар, ерекше түрік десерті, түрік кексі дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, кәдімгідей өте дәмді болып шығады. Ал ертең менің каналымда үй жағдайында жасалатын осындай KFC-дің рецебін салатын боламын. Дәл қазір каналыма тіркеліп, менімен бірге болыңыздар. Ас болсын!